Сәлем баршаға. Бүгін өте оңай тез жасалатын панкейк жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар және де лайк және комментарий жазып, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқамызды табамызға салып, оның үстіне қантымызды салып, венчикпен жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз, немесе миксермен де араластырсаңыздар болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай араластырсаңыздар болады. Қантымыз еру керек. Оның үстіне айранымызды салатын боламыз. Барлығы өлшенген. Ең соңында жазып кететін боламын қанша граммнан қосқанымды. Мінекей, бәрін араластырып, жақсылап бір масса рет етіп араластырып алатын боламыз. Ұнымызға разрыхлителімізді салып, және де кішігірім содамызды салып, ұнымызға жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей, видеодағыдай ақырындап бір масса етіп, ұнымызды араластырып аламыз. Бөліп салсаңыздар өздеріңізге де ыңғайлы, қозғауға да, араластыруға да өте ыңғайлы. Тез комок болмау керек. Осылай етіп жақсылап араластырып аласыздар. Мен 3 бөліп салдым. Мінекей, өздеріңізге бір масса етіп, өстіп салып, ұнымызды араластыратын боламыз. Мінекей, қатты қою да болмау керек, қатты сұйық та болмау керек. Осылай етіп жақсылап араластырып, думалақ комоктар болмау керек ұнымыздың ішінде. Енді ең соңымызда сұйық майымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, осылай етіп араластырып аласыздар. Тағы да жақсылап бір масса етіп, тағы да араластырып алатын боламыз. Мінекей, уже біздің дайын болды. Мінекей, дайын болды. Енді табамызды жақсылап қыздырып, осылай етіп, өстіп әдемі болып қызарып пісетін болады. Ақырындап осылай етіп пісіріп алатын боламыз. Панкейктерді таңғы асқа, обедкі асқа, түскі асқа дайындап жесеңіздер өте дәмді, балалар сүйсініп жейтін болады. Газда орташа алауда пісіресіздер. Асты күйіп кетуі де мүмкін, сол үшін қарап тұрыңыздар. Мінекей, дайын болған панкейкімізді балмен немесе басқа да тәттілермен сәндесеңіздер болады. Өздеріңізге ұнаған заттармен сәндеңіздер. Мінекей, осылай әдемі болып шығады. Маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет.